Ал қалайсыздар, құрметті көрермендер? Мен бүгін мынандай нәрсе жасаймын деп шештім. Бүгін осы ChatGPT-дан осы футбол туралы қандай сұрақтар бар, мен соған жауап беріп кетейін деген осындай рубрика ұйымдастырмақшымын. Міне, қараңыздар, ChatGPT-дің сұрақтары арнайы дайындап қойған. Соған қазір жауап беремін сіздермен бірге. Ал кеттік ендеше. Так, әлемдегі ең үздік ойыншы кім? Мен бұл сұраққа былай деп жауап берейін. Әлемдегі ең үздік ойыншылар мен үшін негізінен 3 ойыншы: Неймар, Месси, Роналду. Үшінші орынға әрине мен Неймарды қоямын. Неймар негізі талантты, өте стилі мықты, ойын стилі өте бөлек ойыншы, таланты да бар. Бірақ соңғы кездері көп травма алып, кішкене жағдайы әлсіздеп, ойындар шамаланып кетті. Сондықтан мен оны 3-ші орынға қоямын. Ал келесі 2-ші орында ол әрине Лионель Месси. Лионель Месси өте талантты ойыншы, бойының қысқалығына қарамастан алаңда өзін еркін ұстап, алаңға деген көзқарасы басқаша. Яғни ол пас жақсы береді. Яғни алаңда өзін керемет ұстайды, өте талантты, тәжірибелі ойыншы деп айта аламын. Ал енді бірінші орынға әрине Криштиану Роналдуны қоямыз. Криштиану Роналду мен үшін әлемдегі ең үздік ойыншылардың бірегейі. Криштиану Роналду мен үшін әрдайым бірінші орында деп санаймын. Өйткені ол кішкене кезінен бастап өзінің алдына мақсат қойған. Мен футболшы боламын, осындай жетістікке жетемін деп, өзіне осындай мақсат қойып, соған жете білген. Яғни таза еңбекпен дисциплина ұстанған, ең мықты мотивация беретін, қазіргі жастарға мотивация беретін, шабыт беретін, яғни кез келген мамандық бойынша да осындай сүйіспеншілікпен, құмарлықпен, яғни іске кіріссе, барлық мақсаттарына жетеді деген осындай мотивация береді. Сондықтан Криштиану Роналду мен үшін ең бірінші орында. Так, келесі сұрақ: Роналду ма әлде Месси ме? Енді бұл жерде бірден айта кетейін, әрине Криштиану Роналду. Так, келесі сұраққа көше кетсек, 2026 жылғы әлем чемпионатын кім ұтады? 2026 әлем чемпионатын менің ойымша Португалия ұтуға тиіс деп ойлаймын. Себебі оның Португалияда әрине ең біріншісінде Криштиану Роналду деген атақты, мен ең сүйікті кумирім, ойыншым бар, футболшым. Қазір әрине 41 жаста, бірақ сонда да әлі де өз дегенін алып, осы әлем чемпионатына Роналду жыламай емес, жылайды, бірақ қуаныштан жылап кетеді деген ойдамын, сенімдемін. Португалияда негізінен өте мықты ойыншылар көп. Мысалға айтсақ, осымен екінші рет 2025-те де, 2026-та да PSG мен чемпион болған. Әрине олар және көп еңбектер сіңген ол Нуну Мендеш, Витинья, Жоао Невес және Гонсало Рамос. Осы төртеуі PSG мен ойнап, екі дүркін қатарынан әлем чемпионы атанған болатын. Сондықтан Португалия тек қана жұлдыз ойыншылар: Рафаэль Леау, Диего Кошта, Рубен Диас, Жоао Кансело, Гонсало Инасио, тағы бар, Бруно Фернандеш. Айта берсен, ол да клиент жұлдыз ойыншылар деп айта аламын. Сондықтан Португалияның составы осы чемпиондар лигасын ұтуға, чемпиондар лигасы емес, әлем чемпионатын ұтуға ең үздік, ең бірегей команда ол есептеледі деп ойлаймын. Так, ең күшті шабуылшы кім? Ең күшті шабуылшы әрине Криштиану Роналду. Себебі ол
осы кез келген шабуыл кезінде доп келсе болды, оны қақпаға дәлдеуге тырысады. Оның финишингі мықты, удары да мықты, баспен удары, яғни ол осы ең үздік шабуылшылардың бірінен табылатын осындай дәреже деп есептеймін. Сондықтан Криштиану Роналду. Тарихтағы ең үздік команда әрине ол Реал Мадрид деп санаймын. Себебі ол 15 чемпиондар лигасы бар. Қанша дегенмен ондай жеңу енді әркімнің қолынан келе бермейді. Ал соған септігін тигізген енді 1, 2, 3, 4, 5, 4-еуіне септігін тигізген Криштиану Роналду. Яғни ол осы Реал Мадридпен чемпиондар лигасын, яғни 2014 жылы Атлетикомен қарсы ойында, және 2016 жылы Атлетикомен, сосын 2017-те Ювентуспен, 2018-де Ливерпульмен осы топ жарып шыққан чемпиондар лигасын жеңген болатын. 3 рет қатарынан Зидан келгенде, осы 2016, 17, 18 жылдары 3 рет қатарынан жеңген болатын. Сондықтан мен үшін әлемдегі ең үздік команда әрине Реал Мадрид, патша клуб. Топ 5 футболшы. Топ 5 футболшы менің ойымша 5-ші орында Мохамед Салах Ливерпульда ойнайды. Және Египеттің шабуылшысы. Ал 4-ші орында Килиан Мбаппе Франция құрамасымен Реал Мадрид командасының шабуылшысы. Ал 3-ші орында әрине Неймар Жуниор Бразилия құрамасымен Сантос командасының шабуылшысы. Ал 2-ші орында Лионель Месси Аргентина құрамасымен Интер Майами командасының шабуылшысы әрі капитаны. Ал 1-ші орында Криштиану Роналду Португалия құрамасымен Эль Наср командасының шабуылшысы әрі капитаны. Чемпиондар лигасы ма, әлде әлем чемпионаты ма? Әрине, мен бұл жерде негізінен әлем чемпионатын таңдағым келеді. Себебі әлем чемпионаты 4 жылда бір келетін өте супер ойындардың бірі. Бір ай өткізіледі, соны барлық адамдар тағатсыз күтеді. Мен де тағатсыз күтемін. Себебі Криштиану Роналдудың алу үшін әлі талай осы әлем чемпионаты басталды. Енді Криштиану Роналду алады деген сенімдеміз. Сол үшін әлем чемпионатын қатты күтемін. 100 гол ма, әлде 5 алтын доп па? Енді бұл жерде мысалы 100 гол ма, 5 алтын доп па деген. Әрине 5 алтын доп таңдайсың. 100 голды кез келген уақытта саласың. 5 алтын доп өте қиын кездеседі енді. 5 алтын доп таңдайсың қанша дегенмен. Мінекей құрметті қарап отқан көрермендер, осымен осы сұраққа жауап беретін рубрикамыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.